Команда есімім Айзада. Қазіргі видеода сіздерге Tilda сайтына қалай регистрация жасап, қалай сонымен жұмыс жасайды, соны көрсетемін. Ол үшін біз Google-ға кіреміз да, Tilda сайт деп басамыз, поисковикті басып осыны іздейміз. Ең бірінші шықты ғой мына Tilda деп, Т сияқты значогымен соны басамыз да, ары қарай регистрация дейміз. Мына жерде өзіміздің есімімізді, электронды почтадан и осы жерге Tildaға арнайы новый пароль жазсаңыздар болады. Ал кеттік. Так, міне полностью өзім атымды жаздым. Қатесіз жазылған бір тексеріп алыңыздар. Пароль, новый пароль Tildaға арналған. Не обязательно на почтаның паролін жазу и зарегистрироваться. Күтеміз. Так, өзіміздің робот емес екенімізді көрсетеміз. Галочка қоямыз. Мына жерге енді сайтқа ат қоямыз. Например, бізде қосымша табыс, соны жазамыз. Так, қосымша табыс создать. Енді міне кірдік, парақшасына. Енді бұл біздің сайтымыз. Енді бұларды жылжытсаңыздар, мына жақта тарифы и оплата. Егер де болашақта бұл платный болса, активировать етуге болады. Так, одан кейін профиль. Міне полностью сіздің тіркелгеніңіз. Осы жерде так, язык выбрать, русский дейміз. Так, и сохранить. Подтвердите ваш email. Почтамызға кіреміз. Сохранить. Мына жерде төменгі жақта подтвердите ваш email де. Так, ол үшін мен неге кірем? Почтама кіремін. Mail.ru почта. Осы жерде міне Tilda подтверждение email деп тұр. Осы жерде подтвердить email деп подтверждать етіп аламыз. Так, перейти в личный кабинет. Так, ары қарай кеттік. Жалғастырайық. Мына редактировать сайт. Создать новую страницу. Одан кейін мына жерде новая страница на бизнес, магазин, события, түрлер көп. Осы жерде біреусін таңдаймыз. И мен пустая страницаны таңдаймын. Түрлер көп көрдіңіздер ма? Так, выбрать. Так, осы жерде, мына жерде все блоки деген бұл енді осы сайттың меню десек те болады. Көрдіңіздер ма? Обложка дейді, текст, галерея, асының бәрі, видео, осылардың бәрін дайындап қойдым. Енді осы жерде бізге не керек? Обложка керек. Осы жерде біз біреусін таңдау керекпіз. Мысалға мына заголовок и описание дейді. Так, осыны таңдайық, Енді осыны реттейміз қазір. Біз бұған қазір сөз жазамыз және басқа картинка қоямыз. Үстін басқан кезде мына меню шықты. Жөндейтін. Мына жерде біз өшіреміз да, WhatsApp-қа алдын ала дайындап қойған тексті шығарып аламыз мынаны. Күніне 15 минут деп копировать. Осы жерге келеміз да. Так, қайда кетіп қалды мынау? Так, енді сайт деген осыны кішкене капризналау болады. Так, қазір. Так, мына жерде мен қазір заголовогым шығып кетті. Мен мына жерге қайтып қоя салам. Так, мына жерде төмен жақта, мына жерде не болу керек? Үстінен бір бассаңыз, мына карандаш шықты. Сол жақта төртбұрышты сарының ішінде карандаш шықты. Осы жерге кіреміз да, заголовок деген жерге өзіміздің жаңағы сөзді алып келеміз да. Мынау несі тұр ғой, мынау. Тағы да ағылшынша жазылым тұр ғой, подзаголовок, оны өшіріп тастаймыз. Так, енді қараңыздар. Мына жерде бізге өзімізге керек суретті таңдаймыз. Біз галереядан дайындап қоямыз, галереяға салып. Так, загрузить файл. Осы жерде өзімізге керек суретті, міне ақшаның суреті и готово. Так, мына жүктелді. Мына жерде заголовок деген жерде енді біз не істейміз? Шрифтін өзгерту керек, бізге кішкене үлкейтіп әдемелейміз. Так, мына жерде мына А деген әріп бізде ол шрифт. Мына жерде Georgia деген нені таңдаймыз. Одан кейін мынау сызықшалар тұр оң жақта, выравнивание деген. Ортасындағысын таңдайық. Так, осылай өздеріңіз әдемелейсіздер. И так, выделять етіп. Мына жерде Т деген шрифт үлкен ғой, жаңағы размер. Так, біз 72 деп алайық. Так, енді сохранить и закрыть. Мына жерде мне екі рет жазылып кеткен ойым, қазір мен өшірейінші. Мына тек Google-ға несі шыға береді екен. Так, мына өзі зависать етіп қойған екен ғой, пока шығам деп. Екі рет жазылмаған, осылай, міне, көрдіңіздер ме? Күніне 15 минут бөліп қосымша деп шықты. Так, енді ары қарай кеттік. Мына қараңыздар, енді плюсты басамыз. Бұл плюсты бассаңыздар, қайтадан мынандай не шығады? Меню шығады, Осы жерде бізге енді не керек? Енді өзіміздің дайындап қойған, алдын ала дайындап қойған видеомызды саламыз. Бұл жерге біз өзіміздің видеомызды алдын ала YouTube-ға жүктейміз. Содан кейін сол видеоның сілтемесін аламыз да осы жерге қоятын боламыз. Так, бізге енді не керек? Видеоны таңдаймыз. Так, видео қайда кетті? Міне, видео.
YouTube'ты таңдайсыздар. Егер де сіздер астына қараңыздар, кнопка play дегенді бассаңыздар, осы play шығады, сілтемені қоя аласыздар, бірақ playді бассаңыздар, осы playді басқанда ғана видео көрсетеді. Ал егер де сіздер мына YouTube'ды таңдайтын болсаңыздар, онда бірден YouTube'тың видеосы шыға береді. Так, ал таңдаймыз. Міне басқа бір видео шықты. Бұл жерде енді қазір біз не істейміз, өзгертеміз. Так, енді мына жерге өзіміздің видеомызды қоямыз. Алдын ала дайындап қойған. Так, мына жерде бүйтіп ары бері бассақ, мына шықты. Редактирование. И мына жерге біз алдын ала өзіміздің видеомызды міне дайындап аламыз да, копировать етеміз. Кеттік. Мына жерде өзіміздің YouTube'дағы видеомыздың сілтемесін қоямыз. Так, сохранить и закрыть. Міне шықты. Көрдіңіздер ме? Ары қарай кеттік. Дәл осылай жалғастырамыз. Енді тағы да все блоки дейміз. Бізге не керек? Текстовый блок керек. Осы жерде простой тексті таңдаймыз. И үстінен басамыз, редактирование шығады тағы да. Осы редактированияға сары карандашқа басамыз да, осы жерге тексті алып тастаймыз да, өзімізге керек дайын тексті қоямыз. Мұны түгелмен тазалап тастадым. Өзіміздің WhatsApp-тағы дайын тексті көшіріп аламыз. Мәліметтің бәрін алдын ала дайындап қойсаңыздар, нені жасау, сілтемені жасау өте оңай. Так, енді вставить етеміз. Так, мынаны қарамен боясаңыздар болады, бүйтіп. Осы жерге бүйтіп. Мына Б деген жирный болады. Көрдіңіздер ме? Біздің чекті қараңыз деген. Так, осы жерде енді бүйтіп қысқаша мәлімет. Мен қазір бәрін бояп шығайын, қараға. Мына Б-ны басамыз, туф, нені скопировать еткен сайын шыға береді екен. Міне мен керек сөздердің бәрін қарамен жазып шықтым. Енді сохранить и закрыть дейміз. Міне әдемілеп келе жатыр, иә. Так, мынаның үстін басып, редактировать етеміз. Өйткені мына жерде біздің сөзіміздің арасында көп орын қалып кеткен сияқты. Ары қарай кеттік. Енді не істейміз? Бізге тағы да бір бөлімше керек болады. Ол не үшін? Біздің енді өзіміздің жұмысымыздағы чектерімізді көрсету үшін. Тағы да бір раздел, иә. Бізге енді не керек? Так, тек шығып кетті. Біз тағы да неге кіреміз? Все блокиға кіреміз. Осы жерде, так, бізге керегі. Так, галерея. Осы жерде галереяда бізге, мысалы, изображение в 3 колонки деген таңдайық. Осындай 4-3 вариантта, иә. Бізде выбрать, загрузить файл дейміз. Мына жерде выбрать, одан кейін галерея, и галереяда біз қай дайындап қойдық. Мен мысалы осы жерде тильда деп дайындап қойған болатын, қазір соған кірем. Так, міне жүктелді. Так, енді осылардың бәрін біз жүктеп болғаннан кейін бізге тағы да компания туралы видео жіберу керек болады. Оған дейін біз тағы да бір сөз жібереміз. Так, бізге міне әр кезде біз нені все блоки таңдап отырамыз. Осы жерде текстовый блок. Қайтадан мынаны таңдаймыз. И бізге осы жерде сөз керек. Сөзді редактировать етеміз. Так, мына карандашпен текстін бәрін өшіреміз да. Өзімізге керек сөзді неден WhatsApp-тан аламыз. Міне бәрін өшіріп тазалап алдық. Енді WhatsApp-қа кіріп, өзімізге мына компания, өзімізге керек сөзді аламыз, көшіреміз, қайтадан барамыз. И не істейміз? Мына жерге қоямыз. Бұны да өзімше қайтадан бүйтіп шрифтына қарай реттейтін боламыз. Сохранить. Компания жайында толығырақ. Енді осы жерге толығырақ біз не істейміз? Видео саламыз. Бізге қайтадан все блокиға кіріп, осы жерде видеоға кіреміз. YouTube'ды таңдаймыз. Енді осының үстін бір бассақ. Так, мұны қайтадан шықты, иә. Өзгертеміз. Қайтадан бағанағындай, тура бағанағындай қайталамыз. Не істейміз? WhatsApp-қа кіріп, өзімізге керек видеоның сілтемесін аламыз. Міне. Сибирское здоровье деп міне сілтемесін тағы көшіріп аламыз. Копировать. Міне тура осылай қайталана береді. Түк қиындығы жоқ. Сохранить и закрыть. Все блоки. Так, бізге не керек еді? Бізге енді текст керек. Қайтадан осылай өзімізге керек нәрселерді ала бересіздер. Қайтадан текст жөндейміз қазір. Паузаға қойып, алма текстімізді дайындап аламыз. Дайын видеомызды осылай әкеп қоямыз да, қайтадан редактировать етеміз. Міне қараңыздар, міне осылай толығымен біз қазір тильда сайт арқылы біз не істедік? Өзімізге керек материалдың бәрін салып қойдық. Енді не істейміз? Енді полностью осыны аяқтаймыз. Егер де осыған полностью толығымен өзіміздің керек материалды салып болсақ, енді не істейміз? Опубликовать дейміз. Мына жерге латын әрпімен не жазамыз? Атауын қоямыз. Мысалға, табстик. Табыс. Так, сохранить и продолжить. Болды.
Енді осының көшірмесін мына открыть страницу, мынау біздің публичный страницамыз. Алып етіп копировать URL деп URL болмаса WhatsAppқа жібере аласыздар. Так, копировать етсек те болады и отправить етсек те болады. Мына жерге тильда сайтын жіберіп керек. Мына көрдіңіз, біздің сілтемеміз шықты. Бұны басатын болсақ, бізде қазір не шығады? Мына біздің лендингіміз шығады. Болды.